Сәлем достар, бүгін өзбек халқының көк самсасын дайындайтын боламыз. Қамыры жұқа қытырлаған, іші витаминдерге толы самса. Ол үшін бірінші жылы суымызды аламыз, үстіне ертілген сары майды құйып, тұзын салып, жақсылап қамыр илейтін боламыз. Жұмсақ, қолға жабыспайтындай қамыр шығады бізде. Қамырымызды илеп, бетін жауып, жарты сағатқа қалдырамыз. Қамырымыз дайын болам дегенше салмасын дайындайық. Начинкамызға осындай туралған 2 бас ақ пияз, шпинат, үлкен болма, жарты болма руккола және кез келген зелендерді қоссаңыздар болады. Пиязымызды майға жақсылап қуырып аламыз. Одан кейін осы салманың үстіне салып, зелендерді жақсылап тураймыз. Қарабұрыш тұзымызды қосып, жақсылап араластырамыз. Одан кейін қамырымызды еттің, мантының қамыр сияқты қылып жайып, осылай 4 бұрышты етіп кесіп, үстіне салмамызды салып, самсамызды бүгіп дайындаймыз. Самсаның бүгілуі өте оңай, тура манты бүккен сияқты бүгеміз. Видеода көрсетілген. Осылайша видеодағыдай бүгетін боламыз. Бізде 4 бұрышта осындай өте дәмді самса шығады. Достар, шпинатты, рукколаны тұзға салып жууды ұмытпаңыздар. Жақсылап 15-20 минутқа тұзға салып қоясыздар, сол кезде қышқылы да кететін болады. Одан кейін салмаларын салып, осылай самсаларды бүгіп дайындаймыз. Одан кейін пешке 200 градусқа 15-20 минутқа қойып аламыз. Достар, начинкасына фарш немесе сулугуни деген пиццаға арналған сыр бар ғой, соны қосып жіберсеңіздер, одан сайын дәмі кіріп күшті бола түседі екен. Осылайша оп-оңай дайындалады және өте дәмді болып шығады. Дайындап көріңіздер.